Асар Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының кен орны. Жыл сайын жоспарланған мұнай көлемін өндіру бойынша алдыңғы орында. Қазір мұнда 150 жұмысшы бар. Бүгін кен орнындағы жатақханалардың бірінде кітап бұрышы пайда болды. Мұнайшылардың көпшілігі қолмен ұстап, көзбен көруге болатын қағазға басылған кітапты оқып үйренген ұрпақ. Сондықтан ұйымдастырушыларды ыстық ықыласпен қарсы алды. Өте жақсы. Себебі әр адамның өзінің осы қанымызда бар ғой, қазақтың қанында кітап оқу, өнерге деген бейімделу, домбыра тарту, ән шырқау дейтін сол әр заттың саласындағы сол кітаптан көбіне содан білімімізді алып ары қарай дамытуға, қазағымыздың өсуіне, өнуіне де осы кітаптың бір ықпалы тиді деп ойлаймын. Рухани іске ұйытқы болған Қабиболла Сыдиқұлы атындағы кітапхана қызметкерлері қордағы 100 кітапты ала келіпті. Олардың арасынан Әбіш Кекілбаевтың шығармаларынан бастап әлемдік классикалық туындылар да табылады. Елбасымыздың соңғы тапсырмасына сәйкес рухани жаңғыруға байланысты жақсы бір үрдіс қалыптасып жатыр екен. Осы кітаптарды жинап, кітапханаға кітап сыйла деген сияқты әркім өзінің үйіндегі кітаптарын әкеліп жақсы бір бастамамен кітап беру пунктін ашып жатыр екен. Соған біз де өзіміздің үлесімізді қосайық деп. 500 кітаптың 400-ін Маңғыстаумұнайгаз компаниясының қызметкерлері жинап берді. Бір ай бойы кітап сыйла акциясы өткізіліп, барлық қызметкер үйіндегі кітаптармен бөлісті. Бұл бір-біріне жанашырлық пен жомарттықтың нышаны болса керек. Маңғыстаумұнайгаз компаниясының жас мамандары мұнайшыларға кітап сыйлаумен тоқталған жоқ. Сондай-ақ оларға арнап рухани кеш өткізді. Өнерлі қаралтын өндірушілер домбырамен күй төгілтіп терме айтты. Өндірісте жүріп шөліркеп қалған жұмысшылар рухани сусындап, көңілдері шаттанды. Айсара Айтман, Ролан Аметұлы, Айнақпарат.